Elzam, senden bir нәрсе сұрағым келіп тұр. Şu Қытай елдік дәрігері қатары өзіңнің тәжірибеңнен өткен бір тәсірді оқиғадан бөлісе кетті. Бізде случайлар көп болған. Bir случай болған. Апамыз 49 жылдан бері ұрып жүріп тұр аймақпен. Анан бар жерім уже қалбағалы дейді да. Тештірдім дейді, 3 жол тештірдім дейді. Андан тышкары операция алдырдым дейді. Ечілі вообще антибиотиктер мен өттер, то есть жардам меш болып тұр да. Вақтылы бір 3 айға, 6 айға жардам болады дейді. Өзім жылы жүрем дейді. Андан тіле все равно. Потому что пазухада суық бар да, лобный пазуха, гаймарау пазуха, что суық шығаш керек. Шықмайынша гной деген бұл клейге оқшып қатпады да 20% пазуханың ішінде. Ошоны жібітіп шығарып айтса айықпайды. Анан сол жекебіз бізден курс лечения алды 10 күн. 10 күн алып, 10-чы күні уже гнойдың барын шығарып, аябай шықты гной. Беті шишіп кеткен болчу, шишиге тарап өзүнө келди. Кейін келди, bir 2 айдан келди, келип рахматын айтып, 49 жылын биз ага чейин билбептирбиз, кстати. 49 жылдан бери ооруп жүргөм дейт. 3 айда өтүп калды, сонун болуп калды, мындай результатты мен күткөн эмесмин. Уже надеждам бары уже өлгөн дейт да, уже эч кимге ишенбей калгам дейт. Ошондой случай болгон.